Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді біз бүгін Майнкрафттың 50 құпияларын түсіреміз. Бұл бірінші бөлім. Мен бірінші бөлімде 10 құпия көрсетемін. Онда бірінші құпияда мынандай, осындай құпия. Бізге ол үшін грязь және капельник керек. Біз енді уақытты тез қыламыз. Мысалы 100 қояйық, иә? Енді 1000 дейсақ, енді шамызда қараңыз. Біз блок грязьін қояйық та, сода былай қойсақ, қазір. Міне, ол ағып кетеді суы. Міне, мына жерде жазылып тұр, уақытты тез жасау керекті. Негізі оны былай кәдімгідей былай істесе болады, қараңыздар. Қазір. Мынаны былай істесе де болады, бірақ олай ұзақ болады. Себебі уақыт кәдімгідей болып тұрады. Міне осындай, осылай ағып, ол мынандайға айналып кетеді. Онда келесі құпия. Мынаны өшіре салайық. Ана, тұра тұрыңыз. Немене? Бұлай оның ішіне салсайық. Міне енді бізде келесі құпия. Бұл жерде енді бесконечный су жасаса болады. Ол үшін бізге осылай құю керек суды. Мына жерге осылай жасаймыз. И бізге ведро керек. Біз мына суды алып тастаймыз. И сосын қараңыздар, бізде осындай болып кетеді. Біз мына жерге просто суларды құя саламыз и все. Болды. Тұра тұрыңыз, қайтадан алып көрейік. Қалай алатынын? Жад, бұлай аласайық, достар. Қазір біз сізге тағы да бірдеңе затты көрсетейік. Міне осылай. Сосын бұлай. Именно өшіріп тастасақ, қараңыз. Просто ана жерге суды құя саламыз и все. Просто толып тұрған су. И бұл бесконечно же. Міне осындай бір керемет құпия. Өзіңізге осылай бесконечно су жасасаңыз болады. Онда келесі құпияға көшейік. Келесі құпия ол осындай түрлі түсті болып тұрады, қараңыздар. Оны қалай жасау керек деп сұрасаңыздар, бізге осындай заттар керек. Сіз осылай жасайсыз. Қараңыздар. Цветтерді алып аламыз. Любой. Міне, осылай алып алайық. Любой цвет. Өзіңіз білесіз. Біз осылай қойып аламыз оны. Сосын мынаны қоямыз. Маякты. И shift'ті басып тұрып, былай қоямыз. Негіз бұл жерде әйнек тұрады, достар. Міне, қазір осылай қойып алайық әйнектерді. Қазір. Бұлай қою. Болды, қараңыздар. Бұл енді цветі өзгеретін болды. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Если сізге керек болса, осылай. Әдемі болады заты. Осылай түрлі түсті, қараңыздар. Міне, маяқтың осындай бір секреті. Енді осыларды ішіне просто саласайық қазір. И сосын болды. Келесі құпияға көшеміз. Міне. Енді келесі құпияда осындай. Осы екі блок өртенбейді лавамен. Если оны біреу өртемесе, қараңыз. Осылай өртемесе, ол өртенбейді. Қараңыз. Осылай өртеу керек. Сосын мынау ағаш ешқашан өртенбейтін сияқты көрінеді, қараңыз. Лавамен олар ешқашан өртенбейді. Ал өзіңіз өртесеңіз, олар өртенеді. Осылай бір түрлі осындай баг па или Майнкрафттың өзінің сондай бір түрлі фишкасы ма, білмеймін. Міне. Өзіңіз өртемесеңіз, олар өртенбейді. Мүмкін емес. Міне, қайтадан алсақ. Қараңыздар, өртеніп кетті. Ал енді тағы да осылай жасап көрейік. Біз просто лаваны аламыз да, қараңыз. Осылай қоямыз. Міне. Олар өртенбейді, қараңыз. Сіз көріп тұрғандай. Ал онда біз өзіміз өртегенде ол өртенеді. Қалай екен өзімде түсінбедім. Жарайды. Онда келесі құпияға көшейік. Мына заттарды қайтадан салып тастайық ішіне. Кеттік. Бұл құпияда енді біз ұшатын табличкалар жазай аламыз. Және мынандай невозможный зат. Табличканың атына табличка. Ол үшін жасау үшін бізге set блок осындай бір команда керек. Біз осылай қоямыз, қараңыз. Set блок. Координат өзіңіз қалайсыз. Сосын ойбай. Бір жазып алсаңыз болады осы команданы.
осылай жазамыз, и бізде ұшатын табличка пайда болады. Оның артына былай қойса болады, қараңыздар. Тұра тұрыңыз. Былай, ойлаңыз. Мынандай невозможно жатты жасадық. Бірақ ол сын қалады, если оның жанына бірдеңке істесеңіз. Мысалы, өртесеңіз, короче. Міне, қайтадан жасап көрейік. Set block, координат өзіңіз білесіз, сосын wall cycle. Міне. Осылай қояқ. Бұзылып қалды. Міне, осындай бізде керемет құпия. Онда келесі құпияда осындай. Міне. Мен қазір выживанияға өтіп алайын. Міне, выживанияда осы блоктан сіз ешқашан өте алмайсыз, иә? Бұл блокты осылай аласыз, мына командамен тұра тұрыңыз. Бұл блокты алу үшін бізге былай жазу керек. Give собачка border блок. Міне. Бұл осындай граница деген блок. Сіз онымен граница жасай аласыз. Оны астынан да үстіне де өте алмайсыз, если сіз выживанияда болсаңыз. Қараңыз. Ең қазір мен выживание жасап алайын да командамен. Ой, креатив емес. Міне, қараңыздар. Оның осылай өте алмайсың, үстіне де өте алмайсың. Тек осылай айналып өте аласыз. И ода осындай партикул. Короче, осы блоктан қалай өтсе болады деген затты айтамыз. Ол үшін бізге эндер перл керек, немесе жемчуг края. Және оған қоса біз оны астынан өте алмайсыз. Қараңыз. Блокты сындырамаймыз оның астында. Ол үшін өту үшін бізге жемчуг края керек. Я, міне, біз осылай жасадық. Мынандай жерден өту үшін ол өте оңай, біз осылай жасаймыз. Бірақ бір минусы сіз урон аласыз. Бірақ бұл күшті осындай лайфхак. Если бір досыңыз осы блокты қойсаңыз, қойса, сіз осылай қашып кете аласыз. Енді келесі құпия осындай. Бұл құпияда мынандай. Осылай отырып, сіз перемещаться ете аласыз. Қараңыз, телепорт. Міне, қараңыз, осылай. Ал енді осылай қалай жасау керек екен көрсетейін сізге. Ол үшін бізге жасау үшін үшеуақ блок керек. Біз былай аламыз, қараңыз. Осылай, и осы рельсіні қойып шығамыз. Рельстерді қойып шыққаннан кейін осылай қойып шығайық вагонеткалар. И отырамыз, болды. Бізде дайын. Мынаны өшіріп алым, кешіріңіздер. Енді біз осылай перемещаться ете аламыз. Оның үстіне қою үшін бізге былай істеу керек, қараңыздар. Осылай біз істейміз де, бір блок тасап кетеміз, өйткені олай істемесе дұрыс емес. Міне, осылай жасаймыз, қараңыз. Міне, мысалы осылай сіз қоясыз, и осылай вагонетка қояқ та, и сіз былай істей аласыз. Осымен лифт жасаса болады. Алыстан бір аласыз. Міне, осылай бір керемет лайфхак. Сіз осылай бірдеңке жасасаңыздар болады. Ал онда біз енді 8-ші құпияға көшейік. 8-ші құпияда біз осындай қар фермасын жасауды үйретеміз. Міне, қазір мен выживанияға кіріп алайын. Міне, мен выживание деймін қазір. Енді біз железная лопата алып аламыз да, қараңыз, бесконечно сындыра береміз. И сосын бұл жерде лопата тез сынады. Бұл лопатаны тез сындыру жолы және осы қарды жинау жолы. Ал енді осы ферманы қалай жасау керек екенін сізге көрсетейін. Ол өте оңай. Ой, тұра тұрыңыз, бірдеңкені ұмытып кеттім. Міне, осылай біз осыны қоямыз. Тұра тұрыңыз. Осылай қойып алайық. Болды. Мынаны бұзамыз. И былай жасай саламыз. Осы ең оңай және кішкентай фермалардың бірі. Еще ең пайдалы. Оған қоса ол пайдалы. Зато тезірек қар жинай аласыз. Міне. Ал енді оның ішіне аққаланы жасай саламыз. Все. Ол дайын. Енді біз осылай добывать ете аламыз. Болды. Енді келесі 9-ші құпияға көшейік. 9-ші құпия ол осындай. Әйнектің артынан баннерлер осылай өтіп тұрады бұл. Негізі Майнкрафт құпиясы емес, баг. Бұны пофиксит ететін шығар деген ойдам, қараңыздар. Бір түрлі көрінеді, кауыта әйнектің алдында тұрған сияқты. Бірақ олар негізі артында, қараңыздар. Өйткені сондай бір түрлі
нәрсе. Жат. Енді қалай осылай жасау керек екенін көрсетейін. Ол үшін бізге осылай аламыз. Сосын әйнек жасаймыз былай. Қараңыз. Осылай әйнек жасаймыз да, любой баннерлар қойып шығамыз. А ол осылай көрініп тұрады. Ең бір түрлі Майнкрафттың багы. Міне. Өздеріңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Енді келесі 10-шы құпия. 10-шы құпияда осылай карусель жасаса болады. Қараңыздар. Бір кнопканы басып тұрамыз и қатты айналамыз. Дата қатты осындай. Осындай карусель жасау үшін бізге былай істеу керек. Бұл Майнкрафттың сондай құпиясы. Бұл ежелден келе жатқан Майнкрафт құпиясы десе болады. Өйткені бұрыннан бар. Короче. Осы құпиямен қалай еді? Міне, осылай. Оған қоса тез жүретін де жасаса болады. Қайықты. Қараңыздар. Міне. Енді салыстырып көрейік. Міне, мынау қайық. Ол бұлай жүреді. Тұра тұрыңыз. Бұлай жүруге сияқты. Енді жүргізіп көрейік. Иә, міне, достар, ол тезірек жүреді. Ал просто бұлай жүрген қайық ол ақырын жүреді. Міне, осындай бір керемет құпия Майнкрафттың. Енді келесі құпия. Бұл енді бонуслы құпия. Иә, мен сіздерге тек қана 10 құпия болады деп айтқам. Бірақ кім соңға дейін көреді, сол бонуслы құпияны кездестіреді. Міне, бонуслы құпияда осындай бір түрлі зат. Қазір өшіріп алайық. Ой, қалай өшіреді? Болды, өшті. Қараңыздар. Жатырыңыз. Міне, осындай бір ең қызық зат. Вагонетканың үстіне шошқа, ал шошқаның үстіне мен. Осылай мықты құпия. Короче, бізге олай жасау үшін осындай заттар керек. Бұл ең оңай құпиялардың бірі, бірақ қызық. Сіз өздеріңіз қолдансаңдар болады. Міне, осылай забор жасауымыз, шошқа қашып кетпеу үшін. И бұлай қойып шығамыз да, бұлай істейміз. И осылай, сосын бұлай. Оған седло. Болды. И оны итеріп жібереміз. Сосын отырып аламыз. Болды, бітті. Сосын күшті болады. Қазір. Сесть. Оны итеріп жіберуге каты ол жүрмейді. Міне. Осындай бір керемет құпиялар болды бұл видеода. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Және сіздер де осы құпияларды тексеріп көріңіздер. Екінші бөлімде кездесеміз. Сау болыңыздар, достар.